Сәлем достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін ормандамыз. Мұхаммед, Мұхаммедте ақша бар. Қар сияқты болып тұр, мына жер. Гүл ма, не өзі? Достар, бұл біздің Шымкент. Біздің Шымкентімізде осындай дендропарк бар. Бұл жердің іші енді керемет, таза ауа, талдар көп. Біз қазір дендропарктың сыртында жолда келе жатырмыз. Мұхаммед екеуміз серуендеп жүрміз. Достар, біздің алдағы уақытта көп видеолар түсіретін боламыз. Сол бір осы дендропаркке бұйырған күні келіп, біздің паркымыздың ішінде сіздерге көрсететін боламыз. Біздің автобусымыз келмей қойып еді. Сол үшін біз жаяу жүріп, таза ауада демалып кетіп баратырмыз. Достар, бізде қазір октябрьдің 1-і бүгін. Погода осындай болып тұр, жаңбырлы, салқын. Уже бәрі куртка киіп алған. Кәдімгідей қатты суық болып тұр. Қар жауатын сияқты. Мұхаммед тарап тұрсын. Айтпақшы достар, біз Мұхаммедті садикке жібердік. Біздің садикке кезегіміз келді. Біз Мұхаммедті жібердік. Бүгін бізде бірінші күн. Садиктен қазір алып қайтып бар жатырмыз үйге. Бірінші күн барған кезде кешке дейін қалмайды. Обедке дейін қалады. Алып қайтамыз. Абайлап өт. Түске дейін қалу керек. Сөйтіп бір аптадай жүріп үйренеміз. Ал? Магазинге бара жатырмық. Жете алмай жатырмық қой, сол. Жүр. Андай жолда кішкентай ұлулар жатыр екен, неше түрлі. Тола. Басы шығып тұр ғой мына жақта. Жүріп бара жатыр. Баспамыз. Алатағы ренжит қасы. Иә, алатағы ренжит. Достар, Мұхаммед айтады, мамама басып кетпе дейді. Ұлуларды басып кетпе. Алатағы ренжит дейді. Жай жүріп бар жатыр. Достар, осы ұлуды бар ғой ше, мен кішкентай кезінде осындай ұлуларды көп көретінмін да. Бірақ үстіп басы шығып жүріп бар жатқан ұлуды вообще көрмеппін ше. Именно осындай андай тасы бар ше, тасы бар. Сондай ұлуларды жүріп қимылдап атқан көрмеппін. Қазір Мұхаммед айтқаннан кейін мән беріп қарасам, мынандай жаңбырлы күнде жүріп кәдімгідей қимылдайды екен. Тамақ бермей ма, я? Жайлар өздері тамақ жейді ғой, осындай даладан тауып жейді ғой. А? Я. Мынау біздің сол дендропарктың несі ғой, іші ғой. Біз осының сырт жағында кетіп бар жатырмық. Күшті болып тұр. Мынандай шыршалар. Тротуардың өзін үстіп әдемі қылып қойған ғой. Адамдарға жүруге ыңғайлы, жайлы қылып ше. Біздің бұл Шымкентіміз, достар. Иә, мынандайлар бар.
кеттік. Талдан түскен ғой бәрі. Мұхаммед барлық нәрсеге детально қарап келе жатыр. Ананда мында ұстап, көріп, қызығушылығы енді пайда болып жатыр ой табиғатқа. Айтпақшы біздің қазір келе жатқан жолымыз жолдың бойы ғой енді. Кәдімгі үлкен трасса ғой. КамАЗдар, автобустар, машиналар жүріп жатыр, дауысы қатты шығады. Мұхаммед екеуміз бір-біріміздің сөзімізді түсінбей келе жатыр. Даусымыз анық естілмейді, мынандай шумнан. Абайлам. Біз жүр мына жерден байқа, Мұхаммед. 2-3 остановкадай жүріп қойып біз ше. Қазір мына жерден неден өтеміз да, светофордан өтіп, одан кейін автобусқа мінеміз. Сосын үйге барып, бала-шағамызбен бірге отырып, ыстық шай тамағымызды ішеміз. Достар, Мұхаммед айтады, мынандай заправканың магазиніне кірекші дейді, автобусқа мінбейін дейді, жаяу кете берекші дейді. Сосын енді үйімізге дейін тағы да 2-3 остановка бар. Иә, кіреміз. Сол 2-3 остановка жаяу жүріп баратын болдық тағы да. Бұл да мен сияқты салқын погодада жүрген жақсы көретін. Бер тұр. Қазір анау светофордан жансын мақыл. Мұхаммед, анау жансын жазып Мұхаммед магазинге кірді. Бәрін де аламыз ба? Тағы не аламыз? Соны аламыз ба? Соны аламыз, е? Тағы не аласың? Бұл бір нәрсе ал, тағы сосын кетеміз. Дәуін аласың ба? Берке, Мұхаммед. Кесек? Найқа төлейміз, кел бер қарай. Мына кішкентайын алып берейін өзіңе, мақыл? Ұқма? Байны, қарай ашылады өзі. Манго, ананас, так, мынау біреу бар. Көгі? Ойбай. Қатып қалғы. Жүр кеттік. Достар, Мұхаммед өзінің қалаған андай есін алып алды. Заправкіден алған ұнатады екен Мұхаммед ше. Жүріңдер кеттік. Жүріңдер дүр. Қазір мармелад алды дәу. Көп екен. Соны жеп, үйге дейін жаяу қайтамыз. Достар, Мұхаммед қуанып келатып, қатты жатады, кейбір бақытты болып келді. Ал достар, біз бүгін біздің бүгінгі серуеніміз осымен аяқталды. Біздің каналымызға обязательно подписаться етіп, лайк, комментарийларыңызды қалдырып кетіңіздер. Сіздермен осындай қызықты сәттерімізді бөлісіп отырамыз. Мұхаммед, всем пока деш. Достар, бүгін Мұхаммедке арналған күн болды ғой. Аз екеуміз тағы да магазинге кірдік. Пикник палочка алды Мұхаммед. Қуанып кетті ғой.